Бәріңе сәлем достар, бұл Рауан арнасы. Бүгін біз сізбен бірге тіршіліктің бастауы, жан мен тәннің шипасы, су туралы терең, танымдық, шабытты әңгіме қозғаймыз. Сізге ұнаса арнаға тіркеліп, рухани саяхатымызға бірге аттаныңыз. Су – бұл өмірдің бастауы. Бұл жай ғана химиялық формуласы H2O болатын сұйық зат емес. Бұл бүкіл тіршілік иелерінің тірегі. Жер бетінде су болмаса, өмірде болмас еді. Су адам денсаулығының, руханиятының, табиғат пен қоршаған ортаның ажырамас бөлігі. Бүгін біз судың физикалық, биологиялық, рухани және мәдени маңызын, қазақ халқының суға деген көзқарасын, сондай-ақ су ресурстарын сақтау жолдарын жан-жақты қарастырамыз. Жоғарыда айтып өткендей, судың химиялық формуласы H2O, яғни екі сутегі және бір оттегі атомнан тұрады. Бірақ оның қасиеттері өте ерекше. Су әмбебап еріткіш, көптеген заттарды ерітеді. Сол себепті де ол қанның, өсімдіктің шырынының негізі. Су жоғары жылу сыйымдылығына ие. Бұл табиғаттағы температураны тұрақты ұстауға көмектеседі. Су қатты күйде мұз жеңіл болады, сондықтан мұз су бетінде қалады. Ол беткейлік керілуге ие, яғни су беті жұқа үлдір секілді. Бұл жәндіктерге суда жүруге мүмкіндік береді. Адам ағзасының 65-80% су болып табылады. Әрбір мүше, әрбір жасуша судың көмегімен жұмыс істейді. Мида су 75%, жүректе 73%, бұлшық етте 79% және қанда 90-95%-ді қамтиды. Сусыз адам небәрі 3-5 күн ғана өмір сүре алады. Су не үшін қажет? Зат алмасуды реттейді, токсиндер мен қалдықтарды шығарады, денені салқындатады, көңіл күйді, ойлау қабілетін, ұйқыны жақсартады, қан айналымын, жүрек жұмысын қолдайды. Су тіпті ақыл-ой мен эмоцияға тікелей әсер етеді. Ғалым Масару Эмото өзінің тәжірибесінде судың ақпаратты есте сақтайтынын дәлелдеді. Ол суға айтылған сөздер, ойлар, музыка арқылы судың құрылымы өзгереді деген тұжырым айтты. Жақсы сөздер, махаббат, рахмет, тыныштық судың кристалдарын әдемі етеді. Жаман сөздер, жек көру, ашу судың құрылымын бұзады. Ал адам ағзасының су екенін ескерсек, бізге айтылатын сөздердің, эмоциялардың өзімізге қалай әсер ететінін ойлануымыз қажет. Қазақ халқы табиғатты, суды, жерді қадірлеген халық. Су тек тіршілік емес, тазалықтың, жаратылыстың, киелі қуаттың символы. Қазақта судың киесі туралы мақал-мәтелдерге тоқталатын болсақ, су тіршілік көзі. Судың да сұрауы бар. Су ішкен құдығыңа түкірме. Судың басын бұлғаған, елдің басын бұлғайды деген ұлағатты сөздерді қалдырған екен. Судың рухани маңызына тоқталатын болсақ, 5 уақыт намазда дәрет алу, денені ғана емес, рухты тазартады. Ауыз ашарда ең бірінші су ішеді. Бұл сүннет әрі денсаулыққа пайдалы. Құран оқылған су шипа деп есептелінеді. Қазақтар жаңбыр тілеу рәсімдерінде жасаған, себебі жаңбыр берекенің шаны. Бүгінде дүние жүзінде 2 миллиард адам таза суға қол жеткізе алмай отыр. Су тапшылығы климат өзгерісімен, халық санасының өсуімен және суды ысырап етуімен тікелей байланысты. Қазақстандағы жағдайға көз жүгіртетін болсақ, көп өзендеріміз трансшекаралық, Сырдария, Іле, Ертіс, ауылдық жерлерде таза ауыз су мәселесі әлі өзекті. Суды ластау үлкен экологиялық проблема. Су ресурстарын біз қалай сақтап қаламыз деген сұраққа жауаптарды қарастырып өтсек, суды үнемді пайдалану, яғни кранды артықша ашпау, ыдыс жуған кезде суды өшіру, су арналарын ластамау, тұрмыстық қалдықтарды, химикаттарды суға төкпеу, тамшылатып суару сияқты тиімді әдістерді қолдану, қайта өңделетін суларды қолдану, мысалы жаңбыр суын жинау. Су туралы қызықты деректерге тоқтасақ, су дыбыс жылдамдығынан 4 есе жылдам өткізеді. Бүкіл әлемдегі судың 97% тұзды, ауыз суға жарамдысы тек 3%. Су табиғатта 3 күйдеде кездесетін жалғыз зат, яғни сұйық, қатты, газ. Су дыбыстың жиілігін есейтеді, оған музыкада әсер етеді. Қорытындылай келе, су бұл тіршілік. Ол тәнімізді ғана емес, жанымызды да тазартады. Оны түсіну, құрметтеу, сақтау әр адамның міндеті. Су ішкенде рахмет айт, су көрсең шүкір айт. Судың да киесі бар, ұмытпа. Назарларыңызға рахмет.